Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Бүгін свежий бір партия көрсетейін сіздерге. Сабақ ретінде. Біраз бүгін ойын ойнадық, біраз ұттық, біраз ұтылдық. Арасында енді күшті ұстап тұру үшін осындай 1 минуттық жылдам ойындарды ойнаған жақсы көрем. Жалпы соңғы бір матчты көрейік. Бұл жерде енді басынан қояйық. Так. Қалай болды? Мен ақпен ойнадым, кеттік. Қарсыласымда тоже 2253 рейтинг, булит бойынша. Е4, Е5, сицилянка кетті. Так, пока ортаны бұздық бұл жерде. Гамбит Мора вариантына кеттім. Осы жерде бұздым. Так, қарсылас ферзь d5 ойнады. Так, бұл жерде не істеу керек? Бұл жерде тек атты қорғау керек, пешкіні беруге болмайды. Сондықтан жақсы ход пешкімен жедім. Жақсы ход деп ойлаймын, өйткені конь c3 жүріп, қазір c3-ке жүріп арқылы а ферзін атпен қуатын боламыз. Слон c4 шығарайын деп жатырық, f7 нүктесіне шабуыл жасаймыз. Сондықтан атын шығарды. Так, осы жерде мен жеу керек болды, өйткені конь c3, слон c4. В принципе, слон c4 ойнауға болады, бірақ шах береді. В принципе, болады не, слон c4 ойнауға. Аха, ол ферзбен жейді, мен не істеймін? Ферзбен жесем мен шах берем мына жақтан. Охо, ловушка еді, слон c4. Бірақ ферзь g2 ойнаса не істейміз? Ана жақтан шах береміз. Өте күшті вариант слон c4 ойнауға. Ферзь e4 шах бар екен, сосын d4-тегі пешкінді алып кету мүмкін. Өте қызықты ойын. Бірақ мен енді бұл жерде булит болғаннан кейін түсіну керек. Бұл жерде ойланатын, қатты көп ойланатын уақыт жоқ, мүмкіндік. Сондықтан жылдам ойнау керек. Мен атын жедім. Ол пешкімен жеді. И осы жерде конь c3 ойнадым. Енді ойнадым, ферзбен қашты. И слон c4 шығардым. Так, енді слон c4 өте керемет ход. Центрге қарсы ферзь b3 бар, всякий комбинацияларға дайын тұрады. Ферзь f3 ойнауға дайынмын, рокировка жасауға тырысып жатырмын. Так, e6 и ферзь f3 ойнадым осы жерде. Қарсыласым слон b4 ойнады. Енді ол да тез рокировка жасағысы келіп жатыр. Қате жіберген сияқты шах бердім. Корольмен қашты. Енді мына жерде не істеуге болады? Принципе, негізі дұрысы, білмеймін, енді бұл жерде оңай емес. Бірақ ферзь a8 ойнаған дұрыс беді. Өте слон c3 шах береді. Слон c3 шах береді. Жеуге болмайды, король f1 ойнайым. Одан кейін не істеуге болады? Принципе, ойнауға болады, бірақ енді уақыттың аздығына байланысты рокировка жасадым, надежно ойнадым. Так, ол слон d7 ойнады. Енді ферзбен қайттым еге. Слонмен жеді, мен жедім, и ладья c8-ге ойнады. Так, слон жейін деп тұр, бұл жерде қиын, өте жағдайым ферзь e2 ойнауға болмайды. Двойной удар алам, ферзь c3, a1-ге ладьяға шабуыл жасайды, ферзь c4-ке двойной удар болады. Бұл жерде слонды тек қана алып кету керек, басқа варианттың барлығында фигура атылам. Оқтан слонды алып кеттім. Ол c3-ке размен предлагать етіп жатыр. Размен жасауға болады. В принципе, менде преимущество двух слонов бар. Слон a3 шах берсем болады осы жерде қазір. Бірақ маған ұнамаған себебі король ортада, сондықтан рокировка жасағым келмеді. Сондықтан надежно слон e3 ойнадым. Уақыт аз, өте жылдам ойнау керек. Ол конь d5 ойнады. Осы жерде менің қателігім, атта просто алып маған тегін беріп тұр. Ала салу керек еді. Ферзбен алам одан кейін. Король ортада, екі пешка артық, позиция өте керемет. Мен сондықтан енді жылдам ойнадым. Тоже жаман емес. Ферзь g7-ге шабуыл. Так, ол g6 ойнады, и осы жерде атын енді барып алдым. Ол алды, и шах бердім. Слонмен жапты, и слон g5 шах бердім. Король қашты. Осы жерде ладья c1 ойнадым. Ферзбен қашты. Өйткені ладьяны жей алмайды, менде слон көмектесіп тұрған болатын. И ладья көмектесіп тұр. Енді осы жерде тез ойландым, форточка менде жоқ, всегда қауіпті, өте. Бірақ слон f4 ойнадым. Менде жылдам ойнап жатырмын, матқа деген ықыласым бар. Размен, и ладьяны қойды, шах бердім, қашты. И осы жерде, принципе, размен жасап жіберіп, и h4 ойнасам болады. Негізі позициям жаман емес. Бірақ ладьяны айырбастамайын дедім, себебі цейтноттың уақыты, оның король өте қауіпті тұр, сондықтан ладьямды e1-ге қойдым. Всегда жертва бар, қазір ладья e6 комбинация болайын деп тұр, ферзбен шах берем, там всякий матовый атака. Өте уақыт аз болған кезде осындай рискованно ойнаған өте пайдалы шахматта. Агрессивно ойнау керек. Қарсыласымыз ладьямен кірді.
Так, мен неше жерде h4 ойнадым, ол h5 ойнады. Неге өйткенін білмедім, ол да енді не істерін білмей жатыр. И осы жерде жертваны ұрдым, агрессивно ойнайын дедім. Мен корольмен жүруге болмайды, f8-ге слон h6-дан мат болады, мына жақтан. Сондықтан олар только корольмен дұрыс қашты. Енді бұл жерде уақыт өте аз, сондықтан пешкелерді жей берейін дедім. Шах бердім бір-екі рет, көрдіңіздер, мазасын біраз алдым. И ферзь e5-ке қойдым. Мен білдім оның қазір асыққан кезде ладья f2 ойнайтын. Екеумізде де 5-10 секундтан қалған болатын. Қарап отырсаңыздар, ода 10 секунд, міне 5 секунд. Ол алды, и мен сразу мат бердім. Міне осындай тамаша ойын болды. Ұнаса лайк басып, каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.